Жана кетіп бара жатырып, жолда бір қыз бен жігітті көрдім, который бір-бірін қатты жақсы көретін. Жігіт доставщик болып жұмыс істейді екен да, мотороллермен. Сол жана қызына келген екен. Қыз екеуі бірге лавочкада, далада тамақ ішіп отыр да. Әдемі да бір. И қыз қасықпен алып жігітті тамақтандырып отыр. Жесеңші деп. Соған қарағанда жігіт квартирада жүреді ойдым. Қыз бір сол жердегі үйден шықты да. Ол жердегі қараш, айтайын дегенім, махаббат сезімі қандай әдемі да. Жаңағы жігіт арақ ішпейтін, темекі тартпайтын көрініп тұр. Жас жігіт, и қыз да өзінің несін өте жақсы таңдаған екен да. Қарап кетіп баратып, машалла, альхамдулилля, Алла тағалам отбасына береке берсін деп тіледім. ТикТокта және да Инстаграмда қазақтың кейбір қыздары жүреді ғой. Керемет, бай сияқты киініп алған. Солардың бір кейбір беріп жатқан несін интервьюінде айтып жатады ғой. Маған бай жігіттер керек, ақшасы 3 миллион табу керек деп. Ол қазір өмірде қиындықты тауып, қиындықтан көріп жеңген жігіттердің өздері ертең болашақта миллионер болатынын қайдан білсін. Жаңа қыз, жігіт бір-бірін өте түсіністікпен қарап отырды. И бір-біріне сондай махаббат сезіммен бір-бірін сыйлап, бір-бірін құрметтеп, тамақ ұсынып, ондайлардың өмірі бақытты болады. Өмірі және де құрған семьясы. Өйткені бір-біріне өте тіке қарап отыр ғой. Жігіт қыздың өзінің болашақ балаларының анасы екенін, ал қыз өзінің отбасын қорғай алатын жігіт екенін нақты көргеннен кейін, бұл жердегі жаңа қанша ақша табады, тағы басқа деген әңгіме жоқ та. Мысалы, кейбір қыздар миллионерге шығып жатады, бірақ ол миллионерлер алқаш болып жатады, немесе наркоман болып жатады, өмірлері бытыш болып жатады. Ана жерде өте таза сезім, таза махаббат. Соны көрдім да, Алла тағалам отбасына береке берші, бақытты болсыншы деп, өзімнің сондай ниетін білдіріп кеттім, кетіп баратып. Шынымен да, оларға айтқан жоқпын ғой, шынымен. Осындай жастар көп болса екен, бір-бірін құрметтеп, сыйлап, шын сезіммен, сондай махаббат сезімін нақты білетін. Ата бізде қоғамда жігіттің ақшасы 3 миллион болу керек, 1 миллион болу керек деп не болса, ауылдың жігіттеріне тұрмысқа шықпай, мен тек қана қалалық жігіттерге тұрмысқа шығам деп ана біздің бір блогерша қыз жүр ғой. Ауылдың жігіттері маңырап қалады деген сияқты әңгімесін айтып. Ол жасын қарасаң уже 30-дан асып кеткен қыз, әлде де болса миллионерге шығатын ниеті бар да. Бірақ енді Алла нәсіп етсе көрер өзің.